C2021A1 биыл ашылған бірінші комета. Оны алғаш 3 қаңтарда астроном Грег Леонард байқаған. Комета қазір күнге жақындап келеді, ал 12 желтоқсанда жерден 35 миллион километрде өтеді. Сол күні оның жарықтығы 4-ші жұлдыздық шамаға, ал шаңды құйрығының жарқырауы арқасында 2-ші шамаға дейін артып, комета жай көзбен көрінуі мүмкін. Өкініштісі, ол 12-сінен кейін солтүстік жартышардан таңда бақыланбайды. Леонард 3-ші желтоқсанда М3 шар пішінді жұлдыз шоғыры тұсынан өтті. Қазір Сиыршыда жарық жұлдыз Артур маңында. Комета 13-не дейін жылан мен жылан ұштағы шоқ жұлдыздар арқылы өтеді. Леонард кометасын көру үшін күн шыққанға дейінгі 2 сағатта шығыс көкжиегісіне көз тігіңіз. Дүрбімен жарақтанған жөн. Ал 14-нен кейін жарықтығы әлсірей беретін комета кешкі іңірде аз ғана уақыт батыстан байқалады. C2021A1 гиперболалық комета. Ол 3-ші қаңтарда перигелиннен өткен соң күн жүйесінің орталығына қайта оралмайды.